Саламатсыздар ма, құрметті магистратураға тапсырушылар. Биыл 2021 жыл, әпсетте бір жыл өтіп кетіпті. Байқасам, магистратураға байланысты менің видеоларым жақсы просмотр жинап жатқан екен, яғни сіздерге қажет деп ойлап тұрмын. Сондықтан да біздің топқа, жиендер деген топқа, телеграм чатқа келген бір тестті талдаймыз. Қазір 15 сұрақты. Негізінде оқуға дайындығын анықтайтын тест 30 сұрақтан құралады, иә? 30 сұрақтың тең жартысы сыни ойлау, яғни математикалық сұрақтар, қалған 15-і білмеймін, философияға байланысты ма, әлде қазақ тіліне байланысты ма, сондай сұрақтар. Мен сол мына алғашқы 15-ін қалай шығару керектігін сіздерге не істеймін, үйрететін боламын. Бізде енді бұл қазір талапкер алғашқы 15-нен 1, 2, 3, 4, 5 балл алыпты. Негізінде өте оңай сұрақтар, тек қана бұған енді қалай шығару керектігін біліп алса болды. Осыған ұқсайтын есептердің барлығын сол жолдармен шығарып кете береді. Жақсы, онда бірінші сұрақтан бастаймыз. Бірінші сұрақ: 150 саны 30 санының неше пайызы дейді. 30 санының неше пайызы 150? Енді біз білеміз, 30-дың қанша пайызы? 50 пайыз, е? 50 пайызы болады. Өйткені бізде 30 қанша? 100 пайызы болады ғой. Мынау 15, 30-дың 50 пайызы. Осы жерден бастайық. Енді бізге айтады 150 30-дың қанша пайызы дейді. Уже байқасаңыздар, көп кетті, санымыз, е? Сонда 30 пайызымыз бізде пропорция құрастырамыз. 30 деген санымыз бізде 100 пайыз болса, 30 деген сан бізде 100 пайыз болса, 150 саны x пайыз. X пайыз. Мынау пропорция. Пропорцияны осылай құрастырады екенбіз. 30 бізде 100 пайыз, 150 x. Мына 150-дің орнында қалған бір сан тұруға болады. Мысалға 120 десе де, ой жерге 120-ға осылай жазып қоямыз бірінші. Енді x-ті табу керек. X деп осы белгісіз санды жазамыз. X-ті табу үшін мен мына қарама-қарсы жатқан екеуін көбейтемін. Өз міндетті түрде екеуі қарама-қарсы жатады. 150 көбейту 100. Сосын оны бөлеміз үшінші санға, 30-ға. 150-ді 100-ге көбейтіп 30-ға бөлу керек. Мына бөлшек сызығы бөлу деген мағынаны білдіреді, е? Есімізге түсіп жатыр ма математика? 150 көбейту 100 бөлінген 30. Сонда 500 шығады екен. Значит, бұның жауабы бізде Д нұсқасы дұрыс берілген екен, е? 500 болады. Түсінікті ма? Әйтпесе бәңелде мына байқадыңыздар ма? Мен басында айттым ғой, мына 15 30-дың қанша пайыз дедім? 50 пайыз дедім. Енді тең жартысы ғой. 50 пайыз. Енді 15 емес бізде қанша болып тұр? 150 болып тұр, е? 150 артына 1 0 қойғанымыз үшін, мына жерде 15 пен 150 артына 1 0 қойыла салды ғой. Мына 50 пайыздың артында 1 0-ді қоя салсақ та болады екен, е? Сонда 500 пайыз шығады екен. Түсінікті ма? Осыған ұқсайтын бір есеп берейін сіздерге, комментарияға өздеріңіз шығарыңыздар. Так, 125 50-дің қанша пайызы? 125 50-дің қанша пайызы? Соны комментарияға жазыңыздар. Комментарияға былай істейсіздер: 1 жақша жабасыздар. Жауабы немесе көбейту амалдарын жазасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Хорошо? 1 деп жақша жауып, солай бастайсыздар. Жақсы, біз келесі екінші есепке өтеміз. Так, төмендегі фигурадағы шаршының ауданы 4 см квадрат болса, фигураның боялған бөлігінің ауданы табыңыз дейді. Бізге не дейді? Бізге мынандай кішкентай бір шаршының ауданы 4 дейді. Мынау 4 дейді. Онда мына боялғанның барлығының ауданы қанша дейді? Енді ауданның қасиеті бойынша мыналардың бәрін қоса саламыз, е? Осындайдан қанша бар? Так, мынаны бірінші бөліп алайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 бар екен, я? 4-тіктен 11 бар екен. 4-ті 11-ге көбейте салам. Сонда қанша болады бізде? 44. А нұсқасындағы жауап болады екен. В бізде не болды? Қате болды. Сенбесек тексеріп көре салайық. Так, Ctrl-N. 2 бізде В қате. 1-ді дұрыс екен, я? Ctrl-Home. Так. Жақсы. Енді үшінші, мынау түсінікті шығар, е? Түсінікті болса лайк басып қояйық. Келесі
сұраққа өтеміз. Сіздерде де осындай сұрақтарыңыз бар болса, менің телеграм чат арнам бар. Ол жерде сөйлесіп отырамыз бір-бірімізбен. Телеграмға кіресіздер, поискке жиендер деп жазасыздар. Жиендер. Немесе описание бөлімінде сілтемесі де тұрады. Егер сілтемені таппай жатқан болсаңыздар, телефондарын сілтемені ашпайтын болса, мысалға кейбір телефондар сілтеме ашылмайды, ютубта сілтемелер. Просто телеграмға кіресіздер, жиендер деп жазасыздар. Жиендер. Шығат, менің суретім бар, Әлшер ағай деген. Вот, кіресіздер, өздеріңіздің сұрақтарыңызды осындай документке жинаңыздар да, скриншоттарды осылай тастап қойсаңыздар, өте керемет болатын еді. Біз осылай шығап сіздерге түсіндіретін едім. Айтпақшы, жақында не басталады, курс басталады, осы сыни ойлауға байланысты. Оған да қатысатындар бар болса, сол телеграмнан мені тауып алса болады. Жақсы. Келесі бізде үшінші сұрақ. Кестенің диаграммалық кескіні берілген, құстарға сәйкес келетін бөліктің градустық өлшемі қандай дейді. Құстар бізде нөмірі екінші екен. Нөмірі екінші бізде міне тұр. Қанша пайыз деген? 20% деп жазылған. Осының градустық өлшемін табу керек. Енді өзіміз білеміз, шеңбер өзі қанша градус болады? Шеңбер бізде 360 градус болады. 360 градус. 360 градус шеңбер. Егер жарты шеңбер болса, 180 градус болады. Транспортирді білесіздер ғой, Егер есімізге түспей жатқан болса, транспортирді естеріңізге түсіңізде, мектепте пайдаланған. Ол 180 градусқа дейін еді. Тағы да 180 қоса саласыздар, сонда қанша болады? 360 болады, Осылай негізі мектеп курсын есімізге түсірсек, барлығы тез оңай бітеді екен, есепте шығарылады екен. Сонда, мына шеңбер 360 градус ол 100% пропорция, өйткені барлық нәрсе пропорциямен шығады, пайыз болғаннан кейін. 20% бізде x. Байқасаңыздар, пайыздың астына пайызды жазып жатырмын. Пайыздың астына пайызды, градустың астына градус жазылу керек. X градус, соны x табу керек. Так, есімізге түсірейік. X-ті табу үшін не істейміз? Қарама-қарсы жатқан екеуін бір-біріне көбейтеміз. 360 көбейту 20. Енді мышканың несімен менде ручка жоқ. Сондықтан да осылай болады. Сосын не істейміз? 100-ге бөлеміз. 360-ты 20 көбейт 100-ге бөлетін болсақ, 72 шығады. 72 шығады екен. 72-ні белгілейміз. Кәдімгі бізде 72 бар ма? Д нұсқасында тұр. 72 бар екен. Так, пауза баса тұрайын қазір. Үшінші 72 Д болады екен, Д-ны белгілейміз. Жақсы. Келесі төртінші сұраққа өтеміз. Так, төртінші бізде кесте екен. Мына кестеде екеу А шамасын X, Б шамасын Y деп алатын болсақ, қайсысы үлкен деп тұр ғой енді, Жақсы, мынау бізде жүйе, бұл жүйені шығару керек. Қайтадан жаза салайын. Так. 3x қосылған 2y тең 1. 14x қосылған 9y тең 5. Так, бұл жүйені шешу керек. Так, мына 2 мен 9-ды негіз азайтып жіберу үшін мен мынаны 9-а көбейтейін. Полный. Мынаны 2-ге көбейтейін де азайтайын. Y-тар жойылып кетеді сонда. 9-а көбейтетін болсам 27x. Полный көбейтем. Мына 9 3-ге көбейтіледі. 27x қосылған 18y тең 9. Мынау 2-ге көбейтіледі. 28x қосылған 18y тең 10. Мына жүйені өзгерттік. Бірақ еш нәрсе анау айтқандай өзгерген жоқ. Тек қана мына жоғарысын 9-ға, астын 2-ге көбейте салдым. Енді азайтамын. Не үшін? Өйткені 18y-тен 18y азайтқан 0 кетеді, y-тардан құтыламыз. 27x азайтылған 28x минус x болады, өйткені кішкентай саннан үлкен сан азайтқан кезде үлкеннен кішкентайын азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. 27-тен 28 азайтсақ, минус 1x қалады. 1 де жазылмайды, сонда минус x деп жазып кете салам. 9-дан 10-ды азайтсақ, минус 1.
осы жерден x табатын болсам, x тең 1-ге болады, иә сонда. X 1-ге болады. Апарып мына жерге қоятын болсам, x-тің орнына 1-ді. Сонда 3 қосылған 2y тең 1. Бұл жерден y табатын болсам, y-ім минус 1 болады, иә? Сонда 1 мен минус 1 болды. X-ім 1 шықты, y-ім минус 1 болды. Қалай білдік мынаның минус 1 екендігін? 2y тең 1, так, азайту 3, 2y тең минус 2, y тең минус 2-ні 2-ке бөлем, сонда минус 1 шығады. Енді не дейді? А шамасы бізде үлкен болды. А шамасы үлкен. Өйткені оң сан мен теріс санды салыстырған кезде әрдайым оң сан үлкен болады, иә? Әрдайым оң сан үлкен болады. Сондықтан осыны белгілейді екенбіз. Жақсы. Так, келесі есепке өтеміз. Бұл енді жүйе туралы курстарда да көбірек шығарып көрсететін боламын. Дойбы турнирінің бірінші айналымында 6 баланың әрқайсысы бір-бірімен ойнап шықты. Ойналған партиялар саны қанша дейді. Так, дойбы турнирінің бірінші айналымында 6 бала әрқайсысы бір-бірімен ойнап шықты. Ойналған партиялар саны. Бұны табу үшін 6 болса, 6-ны бір алдыңғы сан 5, оны көбейтіп бөлеміз 2-ге. 2 формулада бар. Сонда 30-ды 2-ке бөлетін болсам, қанша болады? 15 болады. Жауап сонда D болды. Формулада n минус 1 бөлінген 2. Міне осы формуланы пайдаланасыздар осындай кезде. Сонда жауабы D болады екен. Келесі есепке өтеміз. Так, кесте тағы да А шамасы y, Б шамасы 3 болса, салыстыру керек. Жақсы. Так, сонда не дейді бізге? Y бөлінген 3 қосылған 2 кішкентай y-тен. Y-ті мына өткізейін. Сонда y бөлінген 3 азайту y плюс y мына минус болып өтеді. Плюс 2 мына минус 2 болып өтеді. Міне. Енді ортақ бөлім 3-тен беремін. Мынаған 1-ден тиеді, мынаған 3-тен тиеді. Мынаның астында 1 тұр. Y азайту 3y кішкентай минус 2. Y-тан 3y азайтатын болсақ, минус 2y болады. Минус 2y бөлінген. Мына 3 мына көбейтіп өте салады, сонда минус 6. Мына 3-ті мына көбейтіп өткіздім. Минус 6. Енді минус 2-ке бөліп жіберем. Y минусқа бөлгенім үшін таңбаға қосады. 3. Y бізде 3-тен үлкен екен. Y-іміз 3-тен үлкен болса, значит оған мен 4, 5, 6 деген санды қоям. Бәрібір А шамасы Y-іміз 3-тен үлкен болғаннан кейін, А шамасы да 3-тен не болады? Үлкен болады. А шамасы үлкен деген дұрыс. Дұрыс берілген екен. 6. 6 бізде көрмей қалдым ғой. Бізге бәрібір екен қайтпақшы. 6 D дұрыс. Дұрыс берілепті. Жақсы. Келесі есепке өтейік. 7-ші есепке. Так, 7-ші есеп. Вот. Әкесі Нарболатқа 25.000 теңге, Елнарға одан М теңге аз ақша берді. Әкесі ұлдарына барлығы қанша теңге берді дейді. Так, Нарболатқа 25.000 деппін ғой, 2500 екен. Кешірім өтінем. 2500. Сосын Елнарға одан М теңге аз. Мына қосамыз, мына Нарболаттың ақшасы, оған қосамыз. Нарболаттан М теңге аз, яғни 2500 азайту М. Осылай белгілейміз ғой. Тең, мына екеуі қайттан қосыла салады, сонда 5000 азайту М. 5000 азайту М. Мұнда А болады екен, жауап дұрыс белгілепті 7-те. Так, бізде қазір 8-ші есепті шығарамыз. Сосын 8-ші есептен кейін видеоны тоқтатамын. 9-шы, 10-шы, 11-шы, 15-ке дейін отдельно бір видео ретінде YouTube-қа салатын боламын. Түсінікті ғой? Өйткені үлкен ауқымды видеоларды көптеген адамдар көрмейді. Ары кетсе 15-16 минуттық видеоларды көреді. Сондықтан да маған да просмотр керек. Сондықтан осылай жол тұтамыз.
түбінің өлшемі 36-48 болатын қорапқа бос орын қалмайтындай етіп, қабырғасының ұзындығы қандай кубтерді салған дұрыс дейді. Так. Оны қалай түсіндіреміз? Ол былай. Міне. Бізде мына жағы 36, мына жағы 48 екен. Бос орын, енді қорап қой, қораптың биіктігін білмейміз қанша екен, но түбі осындай. 36-48. Енді қандай кубтерді салған дұрыс деп жатыр ғой бізге, өзіміз байқайықшы. 36 мен 48-дің ауданын тауып алайық. 36-ны 48-ге көбейтетін болсақ, қанша болады? 36 көбейту 48. 1728 екен мынаның ауданы. 1728 аудан. Енді осы бізде кубтар сию үшін бізге так 36-да 36 болу керек қой куб болу үшін, е? Басқа вариант жоқ қой. 36-да 36 куб дегеніміз мынандай текше, кәдімгі. Барлығы қырларда, нелері де бірдей болатын мындай текше куб. Енді осыны мына жерге қойып шығу үшін бізде так 36 мынағында 12 қалады. 12-ге былайынан да қоюға бола ма? 12-ге. Так 12-ні қоюға болады екен ғой. Қабырғасының ұзындығы қандай кубтерді салған дұрыс? 12 сантиметрлік салған дұрыс қой. Дұрыс па? Үлкен бой қалмайтын қабырғасының ұзындығы қандай? 12 сантиметрлік дұрыс. Так, қалай таптық? Сіздерге қалай түсіндірсем екен оны? Сіздер ойлаңыздар, мыналар негізі түсініңіздер ғой, мынаны өлшеп салайын. Бізге аудан да негіз керек емес екен. Аудан да артық нәрсе екен. Бірінші, мына былай қиып алайық. Сонда не болды? Мына жағы 36, мына жағында 36 етіп қиып алдым. Ал мына жерде қанша сантиметр қалды? 12 сантиметр қалды. Өзі общий 48 еді ғой. 36, 12, и мына 36-та қаншаға бөлінеді? 3-ке бөлінеді, 12-12-ден. Сонда ешқандай бос орын қалған жоқ. Мынаған 12-12-12-ден 3-ін қойдым. И мына жақтағы 36-ға қаншауын қойдым? 12-12-ден былайынан қойып шықтым да сонда. Міне. 12-12-12, 12-12-36 болады, былайынан 36 болады. Сонда барлығы болып бізде 4-те 3, 12 кубты қойып шықтым. 12-ліктен 12 куб. Сонда В болады бізде жауап. Ең үлкен дегенде. Ал ең кішкентай дегенде біз 4-лікті де қоюға болады бұл жерге, 2-лікті де қоюға болады ең кішкентай дегенде. Вообще-то алғанда 4-ке еселі сан болу керек қой. 4-ке еселі сан болу керек. Өйткені 36-да 48-де 4-ке бөлінеді. Енді бос орын қалмау үшін, мысалға өзіңіз ойлаңыз, мысалға мына жер 48, бос орын қалмау үшін бірдей етіп бөлу керек. Бірдей етіп, мысалға 13 пен бірдей етіп бөле алмайсыз, 13, 39 болып қалады, кейінгісі уже 50-ге көп кетеді. 10 да тура солай, 40-қа дейін келесіздер, тура бөліп 10 болса. Жаңағында 8 қалып кетеді артық. 9 36-ға бөлінгенмен, мына 48 жақ бөлінбей қалады, ал бізге екі жағы да бөліну керек. Түсіндіңіздер ма? Вот, осылай. Енді шамал сыни ойлау дегеніміз осы нәрсе, логиканы қосу керек, солай шығарылады. Біз қазір 8 есепті шығарып болдық. Телеграм арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Осы ютубқа тіркелуді ұмытпаймыз. И 9-шы, 11-шы, 15-ке дейін ертең шығатын болады ютубқа. Әзірге осыны түсініп алыңыздар жақсылап. Чатқа тіркелсеңіздер, сол жерде жаңалықтардың барлығы сол жерде болады. Қош сау болыңыздар, сәттілік тілеймін барлығыңызға.